Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тефтели с картошкой дайындайтын боламыз. Өте тез және де өте дәмді дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: фарш. Менде мына жерде сиырдың тартылған еті, морковь жуамызды тазалап алдым. Жартысы подливымызға кетеді. Салқын суға жуылған күріш және де тұз, бұрыш қажет болады. Жуамызды жақсылап уақтап тураймыз. Бұны фаршымыздың үстіне саламыз және де теркамыздың кішкентай бөлігінен осылай морковімізді өткізіп алып, бұны да фаршымызға қосамыз. Және де күрішімізді салып, тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Подливамызды дайындаймыз. Жуамызды полукольца етіп турап, морковымызды теркамыздың үлкен бөлігінен өткізіп шығамыз. Енді дайындап қойған фаршымыздан кішкентай бөліктен алақанымызға ала отыра, осылай видеодадай шар тәрізді әдемі формалар дайындайтын боламыз. Өте үлкен де емес және де өте кішкентай да емес, орташа осылай алақанымызға кішкентай бөлік фаршын алып, қысып, біріктіріп, алақанымыздың көмегімен осылай барлығын жасап шығамыз. Неке барлық тефтелдерімізді осылай әдемі қылып формасын жасап алдық. Енді подливымызды қуыратын боламыз. Қазанымызды отымызға қойып, майымызды құйып шығамыз. Майымыз қызғаннан кейін жуамыз бен морковымызды саламыз. Майымызды кішкене молырақ құйғанымыз жақсы, сонда ғана майлы болып, дәмді болып шығады. Тұз, бұрышын салып, подливымызды басылғанша осылай жақсылап қуырып аламыз. Және де видеодадай осылай подливымыздың бетін тегістеп, тефтелдерімізді жайғастыратын боламыз. Араларын ашық қылып, осылай барлығын салып шықтық. Енді осының үстіне қайнаған ыстық су құйып шығамыз. Жартылай тефтеліміз батқанша құйып шығамыз. Және де осының бетін жауып, қатты қайнатып алғаннан кейін астын азайтып 15 минуттай пісіріп аламыз. 15 минут өткенше біз картошкамызды дайындаймыз. Картошкамызды үлкендеу, осылай видеодадай турап шықсаңыздар болады. Және де осыны 15 минут өткеннен кейін картошкамызды тефтеліміздің арасына осылай жеткізіп, барлық жеріне салып шығамыз. Осының бетіне кішкене тұз себеміз. Және де кішкене су құямыз. Кішкене ғана су құямыз да, қаппағын жауып, қатты қайнатып, қатты қайнағаннан кейін тағы да астын азайтып, бір 20 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін картошкамызға вилканы тығып қараймыз. Егер де картошкамыз піссе, тағамыз дайын болды деген сөз. Мен осының үстіне ас көкпен әдемілеймін. Ас көкпен өте дәмдірек болады және де әдемі көрінеді. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап беріңіздер. Өте дәмді және өте тез дайындалатын тағам.